Аяз би. Ертеде Мадан хан деген хан болыпты. Оның ақылы, тапқырлығы өзінің заманындағы көп хандардан артық екен. Ханның 40 уәзір бар екен. Бір күні хан уәзірлермен мәжілістес болып отырып, «Уәзірлерім, сендер 40-да асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, құстың жаманын және шөптің жаманын тауып әкеліңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішінде тауып әкелмесеңдер, жазалы боласыңдар», депті. Хан бұйырған соң амал жоқ, уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой, деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен, деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, ұсқынсыз бір адам 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер таңырқап, «Адамның жаманы сірә осы болар-ау», деп тұрғанда әлгі адам, «Уа мырзалар, неге таңырқайсыңдар?» депті. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, енді адамның жаманын таба алмай, ол адамның ұсқынын көріп таңданып, «Адам жаманы осы болар» деп таңырқап тұрғандарын айтыпты. Жаман тұрып, «Болды, адамның жаманы керек болса, мен боламын. Ханға мен алып барсаңыз, сіздердің жұмысыңыз бітеді», дейді. Уәзірлер, «Олай болса жарайды», деп жаманды аттың артына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман, «Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіздер. Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан еді», деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қара қоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді, ол «Хан алдында айтам» деп сөйлемейді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамның ұсқынына қарап, «Әкелген адамың жарайды. Мұнан жаман кісі дүниеде жоқ шығар. Қазір аспазшыға апарыңдар. Көжемен нан берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып тамаша етеміз», деп жаманды ас үйге жібереді. «Бірақ құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре тұра, бұларда әкеулеріңнің не жөні бар еді?» деп хан уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер, «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан деп, бізге оларды тастатып қара қоға мен сауысқанды алдырды», деп жауап береді. Хан аз кідіріп, жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білді? Алып кел, сұралық», деп бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап, «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім, сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?» дейді. Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірімде отын су тасып еткенім кісінің құлшылығы болды. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңге дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын ретінде пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қара қоғаны алып отқа жақсам, отқа жанбайтын еді. Үрлесем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң, апарып малға салсам, мал жаманы сиыр екеш, сиырда мұрнын шүйіріп жемейтін.
Сонан соң қара қоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қара қоғаның жамандығын содан білдім, дейді жаман. Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің, дейді хан. Қырғауылдың жүні жоқ болса да қанаты бар. Адамның пайдасына жарайтын адал құс еді. Біреудің сыйықсыз болуы Тәңірдің ісі. Қырғауылдың айыбы тек сыйықсыздығы. Ал сауысқанның жүні ала болған сияқты өзі де ала бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған. Адам пайдасына аспайтын арам құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Хош, сауысқан мен қара қоғаның жамандығын білдім. Ал енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің, дейді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді, келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба, деп жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап, апырай, сен жаман болсаң жарар еді. Құстың, шөптің, өзіңнің жамандығыңа дәлел айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе, дейді. Жақсы, сынап берейін. Тұлпарды алып келген соң, жаман тұлпардың алды артына шығып қарап. Тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым, енді мініп қара дедім, деп ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтеді қайтып келіп. Тақсыр, тұлпарыңыздан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, дейді. Хан таңданып, апырай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас, менің Ақшахан деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын бір буаз биесін қалап алдырған едім. Бие күні жетіп құлынды туа алмай өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлыны қалсын деп биенің ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің, деді хан. Тұлпардың одан басқа мінін таба алмадым. Бірақ тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, артқа аяғын сілкіп өтті. Сиырды күніне 40 суарсаң да, судан айдағанда аузын суға малмай, артқа аяғын сілкімей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім, дейді. Отырған жұрт таң қалып бір-біріне қарасыпты. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екен тап, деп қазынасындағы тасты алдырып береді. Жаман тасты қолына алып салмақтап, шайқап қарап отырады да, сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен. Бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тасыңыз көзіккен екен. Адам тілі тас жарар, тас жармаса бас жарар деген. Тастың ішінде көз тиіп түскен ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды, дейді. Бір сыпыра жұрт не дерін білмей, бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық десіпті. Бір сыпырасы, жаманның сөзіне бола тастан айырылмайық десіпті. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің, дейді хан. Тастың өз қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңіл деген екен, құрт бар екен содан білдім, деп жауап береді жаман. Апырмай, сен жаман болмадың ғой, тіпті сен бір данышпан болып жүрме. Ал сен өзімді сынашы, мен неше атамнан бері хан екенмін, дейді хан. Жаман, жақсы, деп тақта отырған ханның алды артынан шығып, алдына келіп ханның бетіне тіке қарап тұрып. Тақсыр ханым, ақыл ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңда екен. Қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ екен, деді. Жаманның сөзін бітірмей хан оның сөзін бөліп. Жоқ, қате айтасың, мен 7 атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да 6 атамды қайда жібересің, деп жаманға секіреді.
Жаман саспайды. Жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап: апырмау, мына жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім, шақырыңдар анамды, дейді. Ақиретте біреудің қанын жүктеп барып, Тәңір алдында қара бет болмасын, не де болса шынын айтсын, әйтпесе ашумен мына жаманның басын кесермін, дейді. Шешесі келген соң хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп сөзге кіріседі. Ей шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді. Оны Тәңіріңнің өзі ғана білетін еді. Мен білетін едім. Мынау жаман біліпті. Енді айтайын. Атаң сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшінде зәрлі хан деп халық ат қойып еді. 20-шы әйелге мен алды. Мен де екіқабат болған соң жалғыз жанымнан қорқып тәуіптерге қаралып едім, сенің ішіңдегі қыз деді. Қыз тапсам мен де өлтіреді ғой деп көп қайғы жедім. Сол күндерде бас аспазшы наубайдың әйелді екіқабат екен. Оның да тамырын ұстап қаратып едім, мұның ішіндегі ұл деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. Әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп: ақыреттік дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер. Менің қызымды ал, бірақ бұл сырды ешкім білмесін, деп жалындым. Әйел табақтан алтын алып, бір жағынан мен аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде зәрлі хан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта босандық. Сырды ешкім білмесін деп басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен сені алған едім шырағым. Енді бұл күнде мына жаманның соны біліпті. Сыр ашылуға Тәңірі жазса не шарам бар, деп аяқтай алмай шешесі жылап жібереді. Хан: сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз, деп хан тағынан түсіп, тақты жаманға береді. Жаман: жоқ тақсыр, кеше күні жаман кісі керек дегенде ат артына салып келген жаман едім. Бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға өзіңіз отырыңыз, деп болмайды. Хан таққа отырып: апырмай, тақсыр, менің наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз, дейді. Сонда жаман: мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы жалмен жая аузыңызға түспей, нан көже түсіп, мені келісімен аспазшыға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің аталы хан емес екеніңізді содан байқадым, дейді. Жиылған жұрт таң қалады. Сол үшін хан тағы да хандық құрады. Жаман оған жақсы уәзір болады. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жағады. Содан былай қарай 40 уәзір елеусіз боп шетте қалады. Күндердің бір күні жаман сыртқа шықса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақбоз үй тұр екен. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтіскен. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: бұл не жиын, деп сұрайды. Хан сонда: қалада қара болса да байлығымен елдегі ханға парапар уәлі дейтін бай бар. Сол уәлі байдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақылы артық кісіге тиемін деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Осы күнге дейін қыздың өзінен асып ешкім оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, дейді. Жаман: мен де барып көрсем қайтеді, деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: не жұмысыңыз бар, деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес қызда. Бар, қызға айт, дейді. Келіншек күліп қызға барып:
Бекеш-ау, күйеу таңдаймын деп сенде жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысың бар дейді. Сенен ол да дәметіп келгенін білем, деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп, ол қарауға жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер деп жеңгесінен гауһар тас, пышақ, табақ және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң жаман қолына алып қарап тұрады да, бар, мұның құралын әкел дейді. Ойбай, әлгі жаманың мұның құралын әкел дейді деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз жарайды деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балға мен қайрақты ортасынан бөледі. Табақты уатады, пышақты жетесіне сындырады. Гауһар тасты қақ жарады да, мә, Бекешке алып бар, деп келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып түрегеліп, сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім, шақыр мұнда, дейді. Жеңгесі не дерін білмей жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрында талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар жоқ па, я тіпті қайрақ таба алмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып, бұл қалай болады? Осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап, әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адам болса ұстап алсын деп қарауылшы қойыпты. Таң атқан соң жаман қыздың үйінен шығып кетіп бара жатса, қарауылшылар оны ұстап байдың балаларының қолдарына апарып береді. Бай балалары жаманды дірдектетіп ханға апарып, мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды дейді. Хан жаманды оңаша алып сұрайды, қыздың үйіне бардың ба? Жоқ, мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып бәле жауып жүр. Мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымда беріп едім. Тақты өзің алмаған соң ең жақын уәзірім қылып едім. Уәлі бай маған олардан қымбат емес. Шыныңды айт, қызды алып берем десе де, жаман ханға тіпті шынын айтар болмайды. Хан ашуланып жендеттерге жаманды дарға асуға әмір қылады. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды дарға апарып, мойнына тұзақ салып, дардың жібін тартып, жоғары көтереді. Жаман иманын айтып қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып ақбоз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланады. Мен енді ханға апарыңдар, деп өтінеді ол. Жендеттер ханға жаманды қайтып алып келген соң, хан, осы уақытқа дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды неге кетесіңдер? Деп ақырады. Жендеттер тұрып болған оқиғаны айтқан соң, ас десе, әлде де дарға асуға әзір екенін білдіреді. Енді хан жаманға, маған барам деп неге айттың? Әлде манаға айтпағаныңды айтайын деп келдің бе дейді. Етақсыр, шынымды айтайын деп келдім. Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? Рас еді. Алам деп уәде беріп пе едің? Беріп едім. Ендеше маған неге айтпадың? Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір табақ, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Онысы қайрақтай болып бөлінгенше, табақтай болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше, сыр айтпайтын кісі мына гауһар тастай жарып мені алады деген еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп пышақты жетесіне сындырып, қайрақтай бөлінгенше, дәл қайрақты бөліп, табақтай уатылғанша деп табақты қиратып, сыр шашпаймын, гауһар тастай жарып сені алам деп, гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп ақбоз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп,
дардың жібін қиып көкірегіме қылышын көлденең тастап кеткені. Мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, аңтыңды қайтып ал деген еді. Өзі рұқсат берген соң айтып отырмын, деп Жаман сөзін аяқтайды. Хан Жаманның сөзінің шындығына көз жетіп, ел жинап, 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлап, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі де дос болыпты. Бір күні 40 уәзір кеңесіп отырып, бұл Жаман біздің жаман кісі іздегенде ат артынан мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақын дос қылды. Қызды әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп жүріп болмас. Біз бұл екеуін араздастырайық. Ханға Жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетелік. Сөйтіп екеуінің арасына от жағалық деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында ол әйел сізге лайық әйел, деп ханды азғырады. Хан Жаманның үйіне барып өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында маған лайық әйел екен, деп ойлап үйге қайтып келіп 40 уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ой салған сендер едіңдер, енді сол әйелді алуға маған қандай айлы тауып бересіңдер дейді. Уәзірлері кеңесіп, жақсы тақсыр, Жаманды шақыр, біз оны барсы келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер, ол өлген соң бос әйелді сіз алмай кім алар дейсіз, дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігітті жібереді. Жіберген соң жігіті барып, үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман жатыр. Әйелі төрдегі шар айнаға қарап, өз көркіне өзі таңғалып тұр екен. Әйел Жаманның сөзіне күліп артына қарағанда, есіктен кіріп келе жатқан жігіт әйелдің жүзін көріп, есінен танып құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп тұрғызып алып жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтады. Ол қайтып барған соң хан, сен кеткелі көп уақыт болды, мұнда жұртты неге еріп отырғызып кеттің, деп сұрайды. Жігіт басынан өткен оқиғасын айтқан соң, әуелде әйелге ғашық хан онан сайын ынтық бола түседі. Жігіт кеткен соң Жаман ханға баруға әйелмен ақылдасады. Әйелі, бар, сенің барса келмеске жұмсарын көптен ақ сезгенмін. Разы бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, жылжыған жорға мінбе. Жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң сен де қайт. Орман ішіне апарып, атыңды сойда етін алып кел. Соны қоректіліп жата береміз дейді. Жаман келген соң хан сөз бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт етемін. Барсаң айтамын дейді. Жақсы барайын деп Жаман разылығын білдіреді. Барса келмес дейтін жерде әнжілі қой дейтін қой бар деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс. Сойса терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Әнжілі үйрек деген үйрек бар. Қанаты күміс, басқан жері алтын дейді. Соны тәж ғып кигім келеді. Дәудің әнжілі қара арғымағы бар. Бір шапқанда 100 шақырым шабады дейді. Соны мінгім келеді. Міне осы жұмыстарға барасың деп, Жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп жолға шығады. 40 уәзір 3 күндік күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша Жаман да кейін қайтып, Қара торғай дейтін орманға апарып атын сойып, үйінен көлік әкеліп етті тасып тұздап алады. Төсегінің астынан қол бойы жер қазып, күндіз сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні Жаманның үйіне, жеңгесіне көңіл хош айтуға хан келеді. Қонағасы жеп болған соң хан сөз бастайды. Адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген жаман еді. Жаман болса да ақылына разы болып, тағымды да ұсынып едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім, келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін.
Сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе інім мұра деген қолыма алып бағармын деп үміт айтады. Әйел отырып, Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенде сенің қолыңда бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен ол тасты жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар еді. Кешегі қыз күнімде болса бір сәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жағалмаспын, әуре болма дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң әйел күйеуін шығарып алып, бар, енді ханның жауабын өзің бір деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады. Жаман сәлем беріп кіріп келеді. Хан сасып қалып, қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер дейді. Жаман тұрып, әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып, жауды мұқатқанша мына жауды мұқатайын деп, қылышымды суарып алып қуып жеттім. Өз ауылыма келіп қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын дейді. Хан не дерін білмейді. Бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында, мен айыптымын, менен бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді ясаған ямаған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш дейді. Жаман разы болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, Жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Күндердің күнінде Жаманның сөзі көкейінен кетпей жүрген хан шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатқан еді. 40 уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын дейді. Уәзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң Жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап қапаланып жатқан шығар. Қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса осыған бір нәрсе айтар еді деп, сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің басы шығып кеткен екен, соны салып берейік деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң күлдіреуіштің басын салып береді. Хан күліп, мұны кім үйретті сендерге деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтқан соң хан уәзірлеріне, ол жаман болса да қысылғанда айла табатын ақылды данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күнде бақырында екеумізді айырдыңдар. Егерде ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге өр қазба, өзің түсесің деген мақал бар, дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да, ханның көңілі сергімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға кездесіп сәлем беріп, ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды деп сұрайды. Бір 20 жыл болған шығар, дейді шал. Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды? 15 жыл болды. Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? Оған да бір 10 жыл болған шығар. Хан ойланып тұрып тағы да, ата, өзіңіз нешеусіз дейді. Ой шырағым-ай, жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз. Баба, менің 40 асыранды қазым бар. Соны білдірмей, жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, хан шығармай сойып беретін кісі бар ма? Деп сұрайды хан. Сонда шал, адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының басын бұрып үйге қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне, мен не дедім? Шал не деді? Соны айырыңдар. Оны айыруға 11 ай уақыт берем.
айыра алмасаңдар 40-ыңда өлесіңдер дейді. Уәзірлер сасып өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы жаманға барып ханның айтқанын айтады. Сонда хан: бұл оңай жұмыс емес, бастарың өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмас, тағы да амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар. Киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып қалам дейді. Уәзірлер бір ауыздан: ойбай тақсыр, арланбаймыз, жанымыз қалса болады, ханымыз бізге мықтап өкпелеп жүр, деп разы болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған ала шолақ атқа жаман мінеді. Қолына құрық алып, жалаң аяқ жалаңбас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жата береді. Бір күні уәзірлердің арасында: бұл хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугі сөзін ұмытып кетті білем, деп күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында: ол шал жұрттан азған дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып ақыл айтпас бекен, деп сәлем беріп тілдесіп еді. Ханның мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды дегені, ханның бол таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Шал оған да 15 жыл болды деді. Ханның бұл таудың басына бұлақ аққалы неше жыл болды дегені, көзіңнен жас аққалы неше жыл болды деген еді. Шал оған да бір 10 жыл болды деді. Ханның ата өзің нешеусің дегені, үйіңде неше жаның бар деген еді. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз дегені, менің әйелім өліп еді. Қазіргі әйелімнің күйеуі өлген. Түнде жатқанда екеу болғанмын, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам. Әйелім үйде отырып өлген күйеуін ойлайды деген еді. Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз дегені сол еді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай, сойып, білдірмей, жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені. Менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма деген еді. Шалдың адамына тап болсаң, айтқаныңнан асырар дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп барған соң, үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, аттарыңды сойғаным, күйдірмей пісіргенім, сендерді алдыма салып жалаңаш жаяу жалпы айдап ханға келгенім, хан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар деп жаман сөзін аяқтайды. Хан: уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, сенің қоныс аударып көшіп кетуіңе себеп болып еді. Сонысына ызаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәләрін мойнына алсын деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма беремін. Сіз де енді тартынбаңыз, таққа отыруыңызға уақыт жетті. Қалған өмірді сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін деп, жаманды қолтықтап әкеліп хан тағына отырғызады. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды аяқ кезге салып хан көтереді. Жаман Ақшы ханның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа отырған соң, соғыспай ақылмен 5 хандықты өзіне қаратты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп теңдік тауып кетіп жүріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін
бес ханның елі жаманға Аяз би деп ат қойып, сол аты өле-өлгенше қалыпты. Аяз би әділ болыпты, нашарларға қарасыпты, тура билік ететін еді. Баяғы өзінің жыртық тоны мен тымағын ордасының қақ маңдайшасына шегелеп қояды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тымағы мен тонына қарап, «Ай, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа, Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп көңілін басушы еді» дейді.